Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Бүгін біз сіздермен білімленіп платформасында жұмыс жасаймыз. Ал қазір қалай кіретінімізді сіздерге түсіндіріп өтемін. Міне браузерді ашқаннан кейін, интернет парақшасын ашқаннан кейін білімленіп деп жазамыз. Қазақша жазсаңыз да, орысша жазсаңыз да болады. Міне білімленіп KZ оқушыларға және студенттерге арналған білімленіп KZ білім беру платформасы дегенді басасыздар. Кіру деген жерде, мына жерде мына логин деп тересіз. Парольді мен сіздер WhatsApp группасының аватарына қоямын. Кіруді басамыз. Кіруді басқаннан кейін сіздерге міне бірнеше пәндерді осылай беті шығады. Егер төменірек түссеңіз, міне бастауыш мектеп. Бізге керегі пәндер дегенді басамыз. Міне жерде пәндер дегенді басамыз. Астына түсеміз міне және пәндер, мына жерде мектепке дайындық деген тұр. Осы мектепке дайындық деген бет біз үшін керекті бет. Соны басқаннан кейін астына мынандай көп беттер шығады. Бүгін біз сіздермен міне сөз ойындары, сөйлейтін суреттер, сөз ойындары, есту қабілетін дамытатын, міне 0-1 сабақ тұр. Мына жерде есту қабілетін дамытатын жұмбақтар деген тұр. Соны басамыз. Бүгінгі сабақта тек қана соны балалармен бірге қайталайсыздар. Онда осындай суреттер беріледі. Дыбыс жұмбақ деп аталатын тамаша ойынды ойна. Өзің естіген дауысқа сәйкес келетін жануарды бас. Ойынды бастау үшін баста батырмасын бас. Міне бастау дегенді басамыз. Балаларымыз былай тауып отыр. Піл, үйрек, үндік, әтеш, сиыр. Енді мен біреуін қате басып көрейін. Қазір мен арыстанның дауысын естідім, бірақ мен жыланды басып көрем, қалай болады екен. Қайта ойнап көр. Қайта ойнап көр. Қате басқан кезде қате ойнап көр. Қайта ойнап көр деген сөз шығады. Егер жоғарысына қарасаңыздар, ол 8, міне 8 осындай беттен тұрады. 8-шіні басамыз. Міне жерде әртүрлі дауыстарды осылай 8, екіншісінде музыкалық инструменттер, аспаптар, үшіншісінде табиғи құбылыстар, төртіншісінде көліктердің түрлері, бесіншісінде түстер. Бұл қалай екен көрейік. Қызғылт. Қайта ойнап көр. Көк. Қоңыр. Қара. Жасыл. Күлгін. Сары. Қызғылт сары. Қызыл. Алтыншысында әртүрлі кісілер екен, адамдар. Бақытты. Бақытты баланы табу керекпіз. Кәрі. Лас. Үлкен. Яғни бала мұнда қазақша сөздерді естіп отыр. Яғни құлағы қазақшаға үйрене береді, тілі өзі қайталап сол сөзді көп айтып жаттығады. Және суреттер арқылы есте сақтау қабілеті дамиды. Жетіншіде мұнда заттардың астында үстінде бірінші сынып оқушы үшін өте маңызды. Ішінде. Міне ішінде тұр. Артында. Кәне артында. Міне. Жанында. Жанында қайсыны қоямыз? Мынаны қоямыз. Алыста. Яғни балаңыз қазақша сөздерді ести береді. Мұнда қалай екен. Бұл не болды бізде? Қайта ойнап көр.
Міне ата-аналар, сонымен сіздер осы видео бойынша дәл осы есте сақтау қабілетіне арналған ойындарды ойнап көреміз осы бүгінгі сабақта. Сау болыңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет.